Сәлем баршаңызға, мен Ақерке. Мен сіздерге өте оңай әрі дәмді болып шығатын керемет салаттың рецептімен бөліспекшімін. Видеоны соңына дейін қарап, тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен нанымызды дәл видеодағындай етіп турап алып, духовкада қызарғанға дейін салып алатын боламыз. Бізге қажет брынза, сарымсақ, жарты лимон, кинза, салатный лист, 2 дана қияр, 2 дана қызанақ және светофор болгарский сары түсін алдым. Өте керемет рең береді. Және де брынзамызды дәл видеодағындай етіп, үлкендеу қылып, 4 бұрышты етіп кесіп аламыз. Өйткені қазір араластырған кезде езіліп кетпейтіндей етіп турауымыз қажет. Шамасы осындай мөлшерде болады брынзамыз. Келесі қиярымызды да видеодағындай етіп, 4 бұрышты етіп турап аламыз. Қызанағымызды да сәл жуандау қылып тураймыз, суы шығып кетпеу үшін. Дәл видеодағындай етіп турасаңыздар да болады. Келесі светофор болгар бұрышын дәл видеодағындай етіп 4 бұрыштілеп турап аламыз. Сарымсағымызды да майдалап туралаймыз. Келесі кинзамызды не ірі, не кішкентай етіп емес, орташа етіп тураймыз. Осы туралып жатқан барлық заттарымызды ыдысқа біртіндеп сала береміз. Келесіде мен салатный листті негізі барлық салаттарға осылай қолмен кесіп аламын. Сіздерде солай жасасаңыздар болады. Бұл әдемі көрінеді негізіне. Салатымызға қосатын соус дайындап аламыз. Менде мұнда зәйтүн майы. Егер сіздерде зәйтүн майы болмаған жағдайда сұйық маймен де жасасаңыздар болады. Оның үстіне паприка және де барлық магазиндерде сатылатын қолжетімді базиликті алып қосамыз және араластырамыз. Салатымызға 1 шай қасық тұз қосып, үстіне лимонды осылай сығып шығамыз. Өте керемет дәм береді лимонның суы. Және де соусымызды қосып араластырамыз. Осы салатымызды осыны силиконовый лопатканың көмегімен араластырамыз. Қасықпен немесе қолмен араластыруға болмайды, себебі салатымызда брынза және қызанақ болғандықтан олардың суы шығып кетеді. Енді қараңыздар, мында біздің нанымыз осылай қызарып пісті. Және салатымызға оны да қосып және бір рет араластырамыз. Өте керемет болып шығады дәмі. Барлық адамдарға ұнайтынына сенімдімін. Мінекей, біздің дастарханымыздың көркі болатын салатымыз дайын болды. Өте керемет болып шығады. Жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет.